Саламатсыздар ма оқушылар? Отыра қояйық. Оқушылар, бүгінгі біз сабағымызды бастамай тұрып, бірінші мен сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы, кемпір қосақтың неше түсі бар? Жеті, дұрыс айтасың. Қазақ тілінде киелі санымыз қандай? Өте жақсы, дұрыс айтасыздар. Енді осы 7 санына сәйкес келетін қазақ тілі пәнінде қандай ұғым бар? Септік бар, өте жақсы. Жарайсыздар. Демек, бүгінгі біздің тақырыбымыз зат есімінің септелуі. Бүгін біз зат есімінің септелуін өтетін боламыз. Оқушылар, енді қазір менің қолымда, яғни боялмаған гүлдер бар. Қолымда гүлде 7 күлтеше бар. 7 тапсырманы әр оқушы өз тапсырмасын орындаған сайын мына күлтешені бояймыз. Оқушылар, сабағымыздың мақсаты бүгін біз зат есімінің септелуі, жалпы септік туралы, сол септіктің ішінде 7 септігіміз туралы, оның сұрақтары, жалғаулары туралы толығымен анықтап білгенеміз, меңгереміз. Оқушылар, енді қараңызшы. Менің алдымда не тұр бұл? Бұл жай гүл емес, бұл ғажайып гүл. Армандарымызды орындайтын гүл екен. Бірақ та бұл гүлдің байқасаңыздар күлтешелері жоқ. Көріп отырсыз, иә? Осы күлтешелерді, осы гүлімізді біздерге күлтешелерді толықтыру үшін әрбір күлтешеде тапсырма тағайындалады екен. Сол тапсырмаларды орындап, осы біз ғажайып гүлімізді толықтыруымыз қажет. Толықтырамыз ба? Өте жақсы. Ендеше қазір мен сіздерге әрбір түсті жасыру үшін жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақты анықтау арқылы әрбір күлтешенің түсін анықтай отырып, тапсырмаларға көшетін боламыз. Келістік пе? Жарайсыздар. Енді бірінші сұрақ мен. Аспанымызды, біздің туымыздың түсі қандай? Өте жақсы. Келіп алихан, көк түсті таңдап ал. Енді тапсырманы оқи ғой. Аймектеп кезек платформасы арқылы тақырыпты түсіну. Өте жақсы. Аймектеп кезек платформасы арқылы бүгінгі біз бейне жазба қарай отырып тақырыпты түсінетін боламыз. Күлтешеміз жақсырамыз бірінші. Тілімізде бір оқиғаға себепкер болды дегенді, сеп болды, көмегі, пайдасы дейді дегенді, септігі дейді деген тіркестермен айтады. Жақсы оқушылар, жарайсыздар. Видеодан толығымен түсінікті ме 7 септік туралы? Бізде қандай септіктер бар? Кім атайды? Көркем. Атау үлік барыстардың арты шығыс көмектесі. Өте жақсы, жарайсыздар. Маған атау септігінің сұрағын айтады. Кім? Қол көтеріңіз, Муслима. Сұрақтары кімне, жалғаулары жоқ. Өте жақсы. Ілік септігі туралы Эмир айта ғой. Ілік септік. Кімнің ең сұрақтары, жалғаулары Өте жақсы, жарайсыздар. Жалпы 7 септік туралы толығымен түсінікті ме? Келесі, жарайсыздар. Ендеше, сіздерге мен мынандай күлтеше бердім. Сол гүлдің жаңа біз көк күлтешені таптық қой. Бір күлтешені көк түспен бояймыз. Егер тақырып толығымен түсінікті болса, көк түспен тез боя қояйық. Көк түспен бояймыз. Егер түсінікті болса, көк түспен бояймыз. Көк түспен. Жақсы оқушылар, қызғылт сары күлтешеміздің тапсырмасы артығын алып тастау. Бұл жерде, яғни біз аймектеп платформасы арқылы бұл тапсырманы орындайтын боламыз. Қараймыз, мысалы қараңыз. Бірінші 4 сөз деген. Мектепте деген бақия сөзге. Қай сөзге? Алихан сала қояйық. Көлікке деген сөзді жәшікке сала қой. Өте жақсы. Не үшін көлікке? Себебі ол бары септігінде тұр. Қай сөз артық? Барыс. Батыс, дұрыс айтасың. Барыс шығыс жатыс бол деген септіктің атауы, ал батыс сөзі бізде артық сөз. Келесі үшінші күлтешеге көшетін боламыз. Үшінші күлтешенің сұрағы мұқият тыңда. Күн шапағатының, қуаныштың белгісі қандай түсі? Сары түсті күлтешені ала ғой. Сары түсті күлтешені. Артындағы тапсырманы оқы. Жоқ, өте жақсы. Күлтешені жапсырамыз. Оқушылар түгелмен мұқият маған қарайды. Қазір біз жұптық жұмыс жасаймыз. Жұптық жұмыс қалай? Қазір маған 7 ұл келеді, септіктің атауы бар бас киімдерді өздерінің бастарына киеді. Содан кейін қасына 7 қыз келеді, септіктің жалғаулары жалғанған бас киімді өздері киеді. Содан кейін әр септік өзінің жалғауын табады.
болады. Жақсы оқушылар, енді біз әр жұп өз-өзін тапқан болса, енді маған бірінші қатарда тұрған оқушы септіктің атауы, екінші қатарда тұрған оқушы жалғаудың атауын айтатын болады. Тез кеттік. Атау септік. Жалғау. Сұрақты мұқият тыңда. Ер адамның көзіне бірден қандай қызыл түсті көтешені ала қой. Астындағы тапсырманы оқы. Өте жақсы. Келесі біздің қызыл күлтешеміздің тапсырмасы жыбыңды тап тапсырмасы. Бұл Learning Absurd сайты арқылы тапсырманы орындаймыз. Тапсырманың шартын мұқият тыңда. Сіздерде көрініп тұрғандай 14 жасырынған ұяшық берілген. Сол 14 ұяшықтың ішінде 7 ұяшық септіктің атауы, 7 ұяшық сол септіктің, яғни мысал келтірілген. Енді сіздер қазір қараңыз. Кез келген 2 ұяшықты табу арқылы сіздер яғни септікті және соның септіктің мысалын анықтау керексіздер. Енді сіздерге сұрақ тыңдаймыз мұқият. Мысал қараңыз, 2 ұяшықты ашайық. Бірінші, екінші ұяшықта табыс септіктің, үшінші ұяшықта шығыс септіктің. Жаттап аламыз. Келесі табыс септігінің енді мысалын іздейтін боламыз. Түсінікті ме? Жақсы. Ал енді кім шығады бірінші? Екі ұяшықта ашып көрдіңіз ба? Екінші ұяшық табыс, үшінші ұяшық шығыс. Ашалым. Атау? Барыс. Жақсы, жарайсың Мүслима. Екінші септік. Бинг сөзінің қазақшасы қалай? Қызғылт. Қызғылт түсті ала қой. Тапсырманы мұқият дауысын шығарып оқы. Жеке жұмыс. Жеке жұмыс. Жақсы. Жақсы оқушылар, жеке жұмыс дедік. Барлық дәптерімізді ашамыз. Бірінші топ оқушы сөзін, екінші топ гүл сөзін, үшінші топ мұғалім сөзін септейміз. Кеттік дәптерге. Жақсы оқушылар, яғни жеке жұмысты толығымен аяқтап болсақ, енді маған бір оқушы орнынан тұрып оқып берсін. Кім оқиды? Қол көтереміз. Алихан. Дауысын шығар, аны оқи қой. Атау септік оқушы, ілік септік оқушының, бас септік оқушыға. Жақсы оқушылар, біздің көп түсті күлтешеміздің тапсырмасы қорытынды тест. Қазір мен сіздерге WhatsApp жүйесі арқылы бір сілтеме жібердім. Сол сілтемеге кіріп, телефонымызды алып бардыңыз, Google формадағы тестті орындайтын боламыз. Міндетті түрде оқушы аты жөнін жазу қажет. 5 сұрақтан тестті тез орындаймыз. Кеттік. Бүгінгі тақырыпты сіздер түсіндіңіз бе? Түсінген жақсы, мұқият қарап орындаймыз. Сары күлтешеміздің тапсырмасы бізде кері байланыс. Қазір мен сіздердің алдыңызға қызыл және сары түсті дөңгелекшелер тастаған болатын. Сол дөңгелекшелер, яғни бүгінгі сабақ маған ұнады, өте жақсы болды десе, сары дөңгелекке егер сабақ ұнаған жоқ, мына жерде түсінбей қалдым деген сұрақтарыңыз болса, қызыл дөңгелекке жазатын боламыз. Кестік па? Барлығымыз жазған, яғни кері байланысымызды әкеліп, мынаның үстіне жабыстыра қояйық. Келіңіз, жайлап бір-бірі. Кері жабыстыра қоямыз. Жақсы оқушылар, біздің қараңызшы, ғажайып күніміз толығымен жасақталып бітті. Бұл ғажайып күн мен мына айтқандай армандарымызды орындайтын күн. Енді қараңыз, мен сіздерге мына осындай бос гүл берген болатын. Барлық 7 тапсырма түгел орындап, түгелмен аяқтаған болсаңыз, түгел бояған болсаңыз, мына гүліміздің ортасына неше гүлді боядыңыз күлтешені, сонша күлтешенің бағын жазып қойыңыз. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабаққа барлығыңыз өте жақсы керемет қатыстыңыздар. Енді мен сіздерге сабақтың басында айтқандай, біздің мына ғажайып күніміз армандарыңызды, тілектеріңізді орындайды екен. Барлығымыз шемен болып тұрайық, келіңіз, көзімізді жұмып, барлығымыз қанекей тілейікші. Жақсы оқушылар, енді қанекей барлығымыз қолымызды бір-бірімізді ұстап, көзімізді жұмып, әркім өзі ішіне тілейікші. Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңыздар. Түгелмен бардыңыз. Біздің ғажайып күнімізде құрастырылды. Бүгінгі сабақтағы тілеген тілектеріңіз қабыл болсын, барлық армандарыңыз орындалсын. Жақсы оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.